Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге капкейки рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді, ерекше керемет болып шығатын капкейкиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасы осындай салмасымен. Бізге қажет ингредиенттер: сүт, жұмыртқа, күнбағыс майы, қант, ұн және де қопсытқыш. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бұл жерде миксерді қолданба қойсаңыздар болады. Егер қалауыңызша қолданғыңыз келсе, миксермен араластырсаңыз да болады. Одан соң сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Еліктегі ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, осылай саламыз. Аз-аздан салыңыздар, арасында бұлай араластырып отырыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі жақсы болып шығады. Мінекей достар, бізде қамыр дайын, осындай сұйық болып шығуы керек. Енді осыны капкейкидің формаларына салып шығамыз. Тек қана ортасына дейін ғана толтырыңыздар. Қатты жана бетіне дейін толтыратын болсаңыздар, онда капкейки піскен кезде ағып кетеді. Сол себептен тек қана ортасына дейін толтырыңыздар. Және де міндетті емес бұндай капкейкидің формаларын қолдану. Сіздер кекстің формаларын қолдансаңыздар болады. Арнайы силиконды немесе жаңағы темірден жасалған сондай формаларды да қолдануға болады. Капкейкиді 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіреміз. Оны ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Осылай қызарып, әдемі болып шығады. Енді біз қазір ортасына салмасын саламыз. Негізі салмасын салу міндетті емес, бірақ маған салған ұнайды, дәмді болып шығады. Осылай мен насатканың көмегімен ойықтар жасап, қасықпен осылай жаңа ортасындағы қамырды алып шығамын. Және сол жерге қазір мен салмасын саламын. Салмасы ретінде әртүрлі варенье немесе сгущенка сияқты өзіңіздің қалауыңызша, мүмкін кремді де қолдануға болады. Кремді қалай жасау керектігі жөнінде қазір келесі видеода бөлісемін. Мен өзім шиеден жасалған тосапты қостым. Өте дәмді болып шықты, маған қатты ұнады. Әзірше шетке қойып қоямыз, біз крем жасаймыз. Бізге салқын кілегей, қант ұнтағы және де сүзбелі ірімшік қажет. Міндетті түрде кілегей салқын болу керек, және де 33-35%-дан кем болмау керек. Соның үстіне қант ұнтағын саламыз. Және де миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Әр минут сайын жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Және де кішкене қоюлана бастаған кезде біз сүзбелі ірімшікті саламыз. Сүзбелі ірімшікті салмас бұрын мен осылай миксермен араластырып аламын. Өйткені түйіршіктері жаңа көп болып кетуі мүмкін. Бізде крем біркелкі әдемі болып шығу үшін солай мен миксермен араластырып алдым. Енді оны осы кілегейдің ішіне салып, барлығын араластырамыз. Қою болып формасын жақсы ұстағанға шейін, яғни кремге осылай айналғанға шейін біз араластырдық. Одан соң кондитерлік қапшыққа саламыз. Барлығын салып, қазір капкейкиді әрлейміз. Кондитерлік қапшықтың басына мен осындай насатканы кигіздім. Оның номері 333. Өзіңіздің қалауыңызша басқа да насаткаларды қолдануға болады. Енді әдемі қылып осы капкейкидің бетін әсемдейміз. Әдемілік ретінде осындай шиелерді немесе өзіңіздің қалауыңызша жеміс жидектерді қолдануға болады. Достар, мінекей біздің капкейки дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Қазір мен сіздерге біреуін ашып көрсетейін. Қараңыздар, осылай формадан босаттым. Енді екіге бөліп, яғни салмасы қалай болып шыққанын сіздерге көрсеткім келеді.
Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, орысша айтқанда сондай воздушный. Бұл капкейкті дастарханға қойған кезде дым қалмай қалады. Сол себептен де көптеп пісіруге тырысыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де алдағы видеоларда менен қандай рецепттер күтесіздер, сонымен бөлісіп кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет.